Барлықтарыңызға сәлем достар, қалайсыздар, жағдайларыңыз жақсы ма? Мен өте көп уақытқа жоғалып кеткен болатынмын, оның көптеген себептері де болды. Енді мен сіздерге осындай форматтағы видеолармен оралып тұрмын. Яғни толық сөздің төркіні дейтін болсақ, мен сіздерге осындай қысқа видеолар жасаймын деп шештім. Кеше үйдің барлығын өзім тап-тақадай етіп, білесіздер, барлығын істеп қойған болатынмын. Алайда біздің үйде 5 бала-шаға болғандықтан, ол үй по-любому шашылады, поэтому оны қайта-қайта жинаймыз. Біздегі обзор әлі біткен жоқ. Енді мен сіздерге тағы да жаңа заттармен оралып тұрмын обзор ретінде. Яғни мама-папа бүгін тағы да сол шопингке барып, енді үйге қажетті заттар алып қайтқан болатын. Кеше киім-кешек сондай заттар алса, бүгін үйге керек заттар алды. Ал мен ең бірінші қолыма түскен осы Дада сусыны. Осыны ішіп болғаннан кейін ары қарада біздің обзорымызды жалғастырайық. Ең бірінші бізде осындай мирасқа алынып келген сандалик. Кеше бізде басқасына келген болатын, бірақ ол мирасқа прям шап-шақ болып қалды. Ал как всегда қазақ оны келесі жылға да кетіру үшін үлкен размерін алып келу керек. Сонымен осындай бір түріне ауыстырып келіпті, 22-23 размердегі. Ендігі кезекте бізде үйге прям қажетті заттардың бірі. Бізде үйімізде кішкене техникалық жағынан ақау болып жатыр. Яғни мен сіздерге оның барлығын көрсетпей қояйын, потому что сіздер осы менің қолымнан ұстаған заттан ақ көріп тұрған шығарсыздар. Иә, үйдегі раковинамыз біздің бұзылып қалды. Сол раковинаға енді жаңадан алып келді. Енді осының ішінде не бар екенін толықтай сіздерге көрсетіп шығайын. Мен негізі тура сыртындағыдай хотела, но ішінде мүлдем басқа зат екен. Ал обзорымызды ары қарата жалғастырайық. Менің ең бірінші қолыма түсіп тұрған осындай кран, даже не знаю, сыртында жазылып тұрған бір компанияның атын, даже не знаю, оқып та үлгермедім. Мен көп уақыттан бері видео салмай кеттім, так что менің активім өте 0 болып түсіп кеткен шығар деп ойлап тұрмын. Енді бірінші салып тұрмын сіздерге көп уақыттан бері демалып. Яғни ол демалысымның себебі сабақ болып кетті, ашық сабақтар, көптеген күрделі БЖ-лар. Біз сосын ауылда тұратын болғаннан кейін бізде шаруашылық, егіншілік деген темалар басталып кетті. Яғни қауын, капуста, там анау-мынау. Сонымен мүлдем видео түсіруге менің уақытым болмайды. Әрине де мен енді ондайға шықпаймын, бірақ менің ең главный мәселем сабақ оқу. Ал енді өзіміздің обзорға оралып кетейік. Ішінде бағана кран шыққан болатын, ал екіншісі мынау ваннаға. Үйлерінде не ватыр, не барлық қираватыр ғой демеңдер. Мен сендерге қалай бар солай көрсетіп жатырмын. Потом коробкасының ішінде осыны майда-шүйде заттары қалады. Бұны да менен сұрамаңдар, мен бұны да білмеймін. Типа білетін адамға көрсетіп жатқан түрім ғой мынау, мынандай бір ішіндегі мынандай деп. Ауасын шығарамыз. Вот, бізде осыны заттар әкелген болатын, тағы да бірдеңе әкелген, оны көрсетуге болмайды. Ал біздің обзор бітті, видео бітті. Всем пока.